Білесіз ба? Бір адам менен сұрады өткенде. Намазды оқып бастаған кезінде қатты қызығатын едім, соңғы кездері намаздың дәмін сезбей жатырмын. Қысылып жүрмін. Неден? Өзім зорлықпен оқып жүрмін намазды. Кейбір бауырым намазды тастап кетті деп сұрақ қойды. Расында да ойла, мен бұл сұрақ өте көп қойылады. Жауабы да әртүрлі шығар, бірақ сол жауаптың арасында керемет бір нәрсе ойыма сарт ете қалды. Ниет деген нәрсе. Ол психологияда қазіргі жұрттың зерттеп атқан дүниесі. Ниет. Білесіз ба? Намаздың ниеті ханафи мазхабы бойынша қалай айтылу керек? Тілмен айтылу керек. Әшейін іштен емес. Іштен айтылған ниет макрух болады. Келе сал, мысалы, Аллаху акбар, мен ниет қылдым, мысалы, бесін намазының 4 ракат сүннетін оқуға деген нәрсені сіз ішіңізден айтсаңыз макрух болады. Ниетті тілмен айту керек. Қалай айтасыз? Ең қарапайым, біріншіден ниет қарапайым болу керек, қысқа болу керек, нақты болу керек. Ниетті бүйтіп айтпайсыз ғой. Иншалла жәннатқа кірем, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанында тұрамын. Бүйтіп қоя ниетте, бір жақтан түсіп келмейсіз. Жоқ. Ниет қылдым. Осындай намаздың, осынша ракағатын оқуға кім үшін? Алла үшін. Ықыласпенен. Не оқитыныңды, кім үшін оқитыныңды, сен қандай халде оқитыныңды айтып қойдың. Оны бірақ көп адам тілмен айтады. Бірақ қазір психология айтады, сол ниетті құр әшейін тілмен айта берсең де ол жүрегіңе подсознание дейді ғой, түпкі сана дейді. Соған отырады дейді ол. Түбі отырады екен да. Сол үшін ниетті ықыласпен айтсаң да, ықылассыз айтсаң да ол қабыл дейді. Ол әуелі бастан айтып кеткен да. Қазір психологтар оны былай зерттеп атса да айтылады. Ниетті тілмен айтсаң болды дейді. Иншалла ол қабыл, иншалла намазың қабыл дейді.